Жүсіпбек Аймауытұлының Ақбілек романына. Ақбілек туралы шынымен тереңнен толғап айтуға болады. Кітапта да өзі жазылып тұр ғой, 15 жасар, бар жоғы 15 жасында осындай трагедиялық ситуацияға түскен. Қатты жүрегіме ауыр тигені мына бір сатқындық. Бай кедей болып бөліну, елді бір-біріне айдап салу, жаңағы. Екеуі дуэльге шығады. Bir кезде тарс деген дауыс шықты дейді. Зерттеушілер айтады, енді 18-20 жылдары болған оқиға дейді. Жолда келе жатқанда жаңағы табиғаттың, таулардың суреттеген күшті. Әдемі. Елдің көмістік психологиясын, бір ауылдың, бір ұлттың, жалпы адам баласының көмістік психологиясын береді. Жақындаған сайынан Ақбілектің ойы бар ғой. Тіпті жаңағы жерде атып кеткені дұрыс па еді? Өте елеулі туынды да. Знаковый туынды. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, қайырлы күн. Сіз Азамат Скаков каналындасыз. Біз Ұлан ағайымызбен кезекті түсіріліміміз кітап талдау. Біз бүгін Жүсіпбек Аймауытұлының Ақбілек романына талдау жасаймыз. Ұлан ағай, неден бастасақ болады? Бұл қандай роман? Несіне мән беруіміз керек біз? Өте дұрыс таңдау болған. Кім сынса да. Қадірлі оқырман, амансыздар ма? Бірден оқығанда ойға келетіні жан жарасы Ақбілек деген бір сөз ойға келді маған. Саналы түрде, былай санаға. Өйткені біздің ұлттың бір жанның жарасы сияқты сондай бір роман. Алғашқы енді психологиялық роман деп отырмыз. Жүсіпбек Аймауытұлы енді психологияны жазған кісі ғой өзі. Алаш зиялыларының кезінде Ахаң әдебиетті жазса, Мағжан педагогиканы жазса, осында Жүсіпбек психология, жантану ілімін классикалық оқулық ретінде жазған. Сондықтан Ақбілек біздің енді қазақ мәдени құндылықтарының ішінде дейміз, жалпы қазақтың психологиясында дейміз, ішкі жан дүниесінде дейміз, сондай бір өте елеулі туынды да, знаковый туынды. Сондықтан Ақбілекті дұрыс таңдағанбыз. Ақбілек туралы шынымен тереңнен толғап айтуға болады. Кітапта да өзі жазылып тұр ғой, 15 жасар, бар жоғы 15 жасында осындай трагедиялық ситуацияға түскен қазақтың қызы. Бұл негізі сол 20 ғасырдың басында зерттеушілер айтады, енді 18-20 жылдары болған оқиға дейді, сол жақта, шығыста. Соны естіген Алтайға барғанда Жүсіпбек Аймауытұлы, сосын кейін өзі мұғалімдік жұмысымен қатар осы Қартқожа романынан кейін осы романға отырдым деп Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жазған хаттарында осы архивте сақталған. Осы 2,5 ай болды, мен қазір осы романға басы бүтін кіріп кеттім. Тіптен сізден хәл сұрауға да қазір мұршам жоқ. Аға деп былай енді кешірім сұрағанда, өйткені Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы үлкен, жас жағынан араларында бір мүшел жас болу керек. Өзім ол кезде сабақ береді педагогикалық колледжде, сол 5-6 сағат бала оқытам, одан кейін келем да ұйықтап алам дейді. Ұйықтап алып сөйтіп кешкісін оянам 5-6-ларда, екіндіден кейін отырам да, соны түннің бір әбден шаршап құлағанша осы Ақбілек романына кірдім дейді. Өзін сонша бір сүйіп, сонша шығармашылық тұрғыдан да өзін ғашық болып, бар жан тәнімен жазған роман. Нәтижесінде біз сондай ерекше байлыққа, қазынаға Ақбілек сияқты романға қол жеткіздік. Бұл жерде енді қазір кезең-кезеңмен тоқталармыз. Шын мәніндегі қазақтың тұңғыш психологиялық прозасы жанды ауыртатын жерлері көп, өзінде байқаған шығарсың. Кәдімгі жанды ауыртатын жерлері көп. Сосын былай отырып алып былай талқылай салуға да келмейтін жерлер көп. Терең ойланып барып ой тұжырым шығаратын жерлер көп. Сондай. Сол дәуірдегі былай бүйтіп картинка қылып мен көз алдымнан өтті ше. Сол дәуірдің болмысын жан-жақтан суреттеген, жаңағы саяси жағдай, біздің мәдениет,
Біздің жаңағы қазақи тәрбиеміз, жаңағы құрмет, үлкенге құрмет, сөз қайтармау деген сияқты. Одан кейін жаңағы қыз тағдыры, біздің недегі. Одан кейін білім жағдай сол уақытта. Менің көз алдымда былай бөлек әдемі бір суреттер елестеді ше. Жүсіпбектің жалпы былай классик ретіндегі өз ерекшелігі де сөзбен сурет салады да. Сөзбен сурет салатын дейсі, шын мәніндегі былай айтқан кезде мастер дейміз ғой, шебер, өзі үшін шебері. Оның үстіне жаңағы адамның жанының терең білетін ерекшелігі бар, қасиеті бар. Және бұл жерде енді өзі роман басталғаннан сол тілдің шеберлігін керемет көрсетеді ғой. Романның басталуының өзі жаңағы төгілдіріп тұр ғой. Өскеменнің ар жағында, Бұқтырманың оң жағында әлемге аян Алтай бар. Сол Алтайдың күнгейінен құбыла жаққа құлай аққан, құлай ағып ертіс түскен, күркіреткен күршім бар. Алтай күршім не заманнан деп осылай төгілдіріп әкетеді ғой. Марқакөлді алқалаған ақ ауылды Алтай еді, Алтай елі Алтай жазы, тау еркесі киік болып, өзге елдерден биік болып деп өлең, мынау ақ өлең форматында жазылған. Марқакөлдің суы балдай, Марқакөлдің суын ішіп отын жеген сары қарын тұтам емшек жануардың бауырынан сүт сорғалап, сүт емес ау, құт сорғалап, көнек лақылдайды. Осылай керемет. Ғажап қой, әлгі Алтайдың аруларын айтуға тіл жетпейді дейді. Осылай бастады. Алтын күміс Алтай кені, алтын сырға, алтын қарыс алып түскен құлақтарын, жаңағы сұлулардың. Алтын күміс Алтай кені, алтын сырға, алты қарыс алып түскен құлақтарын, жүзі Алтайдың айқындай боп, көзі құралайындай боп, күлкісі атқан таңындай боп, бойы қопа талындай боп, бұлқ-сылқ етіп бұраңдасып, күлбіресіп, күлімдесіп, күлеңдесіп, езу тартса есін кетіп, сұңқыл қақса шым-шым етіп депті. Осылай адамның қиялында керемет сурет дейді, көз алдына жаңа сен әкеледі дегенде. Аймауытовтың даралығы да, ерекшелігі де осы сөзбен сурет салатындығында. Енді оның үстіне тарих деп қалдың, дәуір деп қалдың. Сондай бір алмағайып, аласапыран кезең, сондай бір аласапыран дәуір, тіптен алды-артты ойлауға да мұрша жоқ, сондай бір дәуір. Мынаның ішінде жаңа бір сөйлем бар. Қазақ даласын көмірдей болып ақтар кесіп өтті дейді да. Бір сөйлеммен ақ сол дәуірдің бір картинасын, диагнозын бір сөйлеммен ақ берген енді. Мына жақта жаңағы орыстарда революция басталғалы тұр, жаңа билікке большевик қызылдар талпынып жатқан кезең. Ақтар бірақ әлі үстемдігін бермеген, патшалық империялық саясат орыстың. Сонымен екі текетірестің арасында біздің қазақ даласын енді алдында ғана ең соңғы ханымыз Кенесарыны өлтірген, одан кейін енді біздің рухымызда өлген, сондай бір алмағайып бір кезеңде болып отқан оқиғаға ғой. Енді сондай жазалауыш кезіндегі отрядтар, өткенде де Бесатарда да айттық, мысалға бір әулеттің балаларын жаңағы жазалауыш отрядтарын орыстар атып, халықты енді қарусыз халықты атып ойнағандығы, бір 5 жігітті қатар қойып, қаншауынан оқ өтеді екен деп атып ойнап, солай жазалағанда түрлері бар жазалаудың. Мысалға жаңағы нәзік жанды біздің жаңағы қыз келіншектерге зорлық-зомбылық көрсеткені, соның барлығына кеп. Өнердің құдіреті де осы ғой, романның құдіреті осы, жаңағы көптеген оқиғаларда кеп, жаңағы жалпыны жалқыға беру, синтездеп беру, оқиғаларды синтездеп беру. Солай жаңағы керемет картинаны суреттеп келіп бастап жіберді. Басындағы романда оқиға бірден жаңағы әскерлердің кіріп келуімен басталады ғой. Иә, сол Мамырбай енді айтып суреттеп отырады, бір керемет бір кезең уақыт, кешке апақ-сапақ уақыт қой енді. Ауылдың өз көзіміз көрді ғой, енді мал келіп жатқан бір кешке бір сондай бір күндік өмірдің қорытындыланып жатқан бір сондай бір жайма шуақ кезінде жаңағы
Мамырбайдың бір қызметшісі есі шығып жүгіріп келді дейді ғой, жүгіріп келіп қалды деп, орыстар келіп қалды. Енді ол заманда енді орыстар келіп қалды деген сөздің өзі ол жерде кодовый сөз ғой, бітті жаңағы тонау, ұру, соғу, ату, қазақ ауылдарын сондай бөлшектеп былай ойына кеңістеп ойрандап жатқан заманда сон бір эпизодпен көрсетіп кетеді ғой. Бір эпизодпен келді дейді. Сонда жаңағы Мамырбайдың да тілге әлі тапсырма беріп те үлгермеді. Тығыл, қаш, жоғал деп айтып бәйбішеліге енді қызды жасыр дегенде соны айтуға да шамасы келмейді. Бірақ әйтеуір анасы жасырып үлгереді Ақбілекті. Ақбілек енді сол күні енді жазушының да мына адамды оқырманды дайындауы деген бар да, қараш. Сол оқиға болмай тұрып Ақбілек өзінің қыздарымен ойнап бір күлім қағып көгалда жүргенін айтады да, сол күні көзім тартты, көзім болғанда сол көзім тартты дейді ғой. Ырымшыл қазақ енді оң көзің тартса бір қуанышты хабар келеді, сол көзің тартса жайсыз хабар келеді деген бар ғой енді санада. Сол көзім тартты дейді, бұл неге екенін қайдам деп ойланады да қояды, бірақ бұл мән бермей былай айтып өте салады жазушы. Бірақ сол күні жаңағыдай кешкісін солай тағдыр болады. Келген заматта әйтеуір анасы жасырып үлгереді, жасырып үлгереді, бір кішкентай бір ор сияқты бір жерге ме, ауылдың шетінде шұқырға жасырып үлгереді. Аналар бірақ келгеннен кейін жаңағы қиратады, ұрады. Олар арнайы сол Ақбілекті іздеп келіп отыр. Арнайы келген ғой. Бұл жерде бір маған қатты жүрегіме ауыр тигені мына бір сатқындық. Мұқаш деген жігіт. Мұқаштың жаңағы былай анау қазақ енді қазақты сатып тұр ғой жаңағы. Бұл Ақбілектің өзі ана бәрін қиратып етіп отқанда жаңағы қыз қайда деп сұрайды ғой жаңағы әскер. Қандай қыз дейді мамасы, анасы жаңағы. Қандай қыз, кімді айтып жатсыңдар? Қыз қайда, қайта ұрады. Жаңағы үйді тінтейді, ештеңе таппағаннан кейін Ақбілек бұны естіп жатыр. Жаңағы шұңқырда шет жағасын. Одан кейін жаңағы Мұқаш келіп қалады. Бір дауыс естіледі дейді, осымен қазақтың дауысын естіп, аға құтқар деп айтады ғой. Ағатай құтқарыңыз. Ағатай сол кезде бұл болып қояды. Ақбілекпісің дейді, иә дейді, қазір тұра тұр дейді, кетіп қалады. Бұл енді ана үміттенді ғой, мен қазір мен өзім қазақ ағам болды қазір деп құтқарады деген сияқты. Бір кезде кейін ол әскермен бірге келеді ғой. Иә, бұл сатқындық та дәл сол жаңағы басында айтқандай, бұл тарихи контрасттардың, қақтығыстардың бір кезі ғой, жаңағы бай кедей болып бөліну, елді бір-біріне айдап салу, жаңағы сол ғой. Кейін Мұқаш сол ана өкіметке де сатылып, ол жақтың да сойылын соғып кетеді ғой өзі кітапта. Сондай бір жылпостық. Соңында кейін бірақ не болғанын біліп түсінбедім, бірақ бір сазайын тартқандай болды ғой, иә, өмірден өз басқа бір жағдайларда ол есесін алады, жазасын шегеді. Иә, сол Мұқаштың солай көрсетуімен оңай тауып алады, бірақ анасы келіп сол кезде қарсылас, сол кездегі картина енді өте аянышты, ауыр, шынымен жанымызды жаралап кеткен оқиға. Кәдімгі анасы енді кәдімгі бозторғайдай шырылдап қызы үшін жаңағы әскерді біреуін бұлай лақтырды дейді, біреуін бұлай лақтырды, үшеуін үш жаққа лақтырды дейді. Соны біреу бұлай сыртқа шығып тұрды да кәдімгі мылтықпен басып ата салды дейді. Сөйтті да жаңағы өңгеріп Ақбілекті алып кетті дейді, жаңағы өздерінің қосына. Сол ауылдан енді алыс емес бір жерде тауда орналасқан болып тұр олар. Иә, қуыста. Одан кейін жаңа артынан 5 қазақ атты жігіт шауып келеді. Оны да... Иә, бұл негізі Ақбілекті айттырып қойылған, өзінде айттырылған дейді, Бекболат деген жігітке. Бірақ сон бір ұрын келіп көруге келе жатқан бет екен ғой, жаңа Бекболаттың өзінің жолдас жігітімен. Сонда осы тарсыл-күрсілдің соның үстінен шығады. Бірақ негізі кейін Бекболатты өзі айтады, біз енді жолда бір қоян қуып кішкене былай бөгеліп қалдық қой негізінде, бірақ ертерек келгенде біз құтқара алмадық дегендей. Сөйтіп артынан қуады, сол 2 аттылы қуады ғой негізі, сол 4-5 адам шыққанмен 2-еу ғана қалады. Сонда аналар енді атады да біреуін аттан ұшырып түсіреді. Бекболат қатты жараланады.
сөйтіп қолдан сусып кетеді. Тіптен әйтеуір дәрігерге апарып әйтеуір өлім аузынан қалады кейін Бекболат. Содан енді Ақбілек кілең өзіне беймәлім ортаға түсті дейді. Кілең ер азаматтардың ортасына, орыстардың ортасына, әскери адамдардың ортасына. Сонда жаңағы бір киіктің лағындай, бір торға түскен киіктің лағындай сондай күй көшті дейді. Ол жерінде бір енді жазушы керемет сурет дейді. Өзіңде бұлай уайымдап отырасың. Иә. Іштей бұл жағдай қалай шығады екен, бұл жағдайдан автор оқиғаны қалай алып шығады екен деп іштей уайымдап отырасың. Өзің болса да мысалға бұл нәрседен қалай шығасың енді, ар деген бар, намыс деген бар, бір табиғи заңдылықтар деген бар. Қиын нәрсе ғой былай қарасаң. Ауыр нәрсе. Оның үстіне қазақтың ең жанды жері бұл енді қыз баласы. Бізді зерттеген бүкіл саяхатшылар, бүкіл жаңа елшілер сол 12-ші ғасырдан бастап бері қарай кімдер, Марко Пололар, Бенедикттер, Батута болсын, араб тарихшылар болсын, барлық біздің даланы осы біздің бабаларымыз зерттегендердің барлығы айтады да, бұлардың әйел адамға деген құрметі сұмдық екен дейді да. Егер дейді күйеуі мен әйел қатар отырса, біз күйеуін қызметші екен деп қаламыз дейді. Әйелдердің үстіндегі киімдер, жаңағы шолпылары, алтын күмістер, сондай эстетикамен киінулері, онда Европа жұртында жоқ деп жаңағы кімдер, Марко Пололар жазады да. Біздің жаңағы ата-бабаларымыздың сонда жаңағы еркектердің жаңағы киімін бәрін жазады ғой, енді детально жазған олар же, ғибадатына дейін, әдет ғұрып, салт санасына дейін, болмысына дейін. Сондағы бұлардың да әйелдерге деген құрметі өте эталон, жаңағы ардың эталоны, сұлулықтың эталоны, символ ретінде қарайды дейді. Енді сондай аналарымыздың жұрнағы ғой енді Ақбілек. Ойлашы, сұмдық қой енді, сол жаңағыдай кәпірдің қолына түсіп отыр. Ақбілек айтады ғой, мен кәпірдің ортасына түстім, осындай денеммен деп, кейін енді қазір келеміз дуанаға кезігетін кезі бар ғой. Енді сол жағдайға түскен кезде енді талан-таражға түседі деп бізден бір психология бірден біз өзіміз қабылдап солай ойлап отырмыз. Жаңағы ойлауға да қорқатын зорлық зомбылықтың ортасына келді деп. Сол кезде жаңағы орыстың екі офицері ма, өз Қарамұрт және тағы бір бастық, бір командир ма, екеуі сөзге келіп қалған. Бірақ Ақбілек енді түсінбейді ғой жерде. Ақбілекке тиіскісі келеді, бір кезде бір айқайласып кетті дейді екеуі. Қарамұрт бұрышта жатқан дейді негізі, жасты жантайып. Бір жағынан да енді әскерлердің бәрі жаңағы кілең ер азаматтар, бұлар енді келемеждеп, жаңағы намысына тиіп, сөйтіп қаққалап солай деп отыр ғой енді. Анау енді қорғансыз адам. Сол эпизод бір кішкене бір біз хайуан емеспіз ғой, біз адам екенбіз ғой дегендей бір кішкене ой салды ма, өзі көңілсіз, бір барлық кімде Ақбілекте мына жерде жазады ғой, барлық адам келемеждеп масқаралап күліп отқанда бір адамның үндемей отырғаны бір қызық екен деп өтеді ғой кітапта, иә. Көзіме түсті. Сол үндемей отырғаны бұл кішкене адам бойына бір жылулық сыйлайды екен деп. Сөйтіп отырған кезде әйтеуір шарт-пұрт өздері сөзге келіп қалды дейді, екеуі бөлек шығып кетті дейді. Бөлек шығып кетті. Сол кезде Тілмәш келіп айтады ғой. Иә. Бұл екеуі сен үшін қазір өлімге бастық келді тұр деп. Және Қарамұрт сен үшін өлімге бастық дейді. Иә. Екеуі дуэль. Тілмәш сонда екеуі дуэльге шықты ғой, иә. Тілмәш сонда қазақ, орыс болып тұр ғой, иә, қазақ па? Орыс қой. Татар ма, енді сол жерде қазақша білетін адамдарды алады ғой. Жаңағы арасында жүр ғой енді қазақтардан да сатқындар. Иә. Күнін көру үшін. Екеуі дуэльге шығады. Bir кезде тарс деген дауыс шықты дейді. Атылды дейді. Сонда шынымен өмірін тігіп тұр ғой былай қарасаңыз. Иә, дуэль ол жерде мынау енді бұл кезде түсіру керек, көп мынау недіге дейін жалаң аяқ большевиктер басқарғанға дейінгі ақтарда бірақ чест болған кішкене, енді олар чест, намыс, жігіттік дегендер ақ патшаның ар жақтан келе жатқан
не ғой енді ар жағында енді графтық нелер бар, ақсүйектіктер бар дегендей да. Сондықтан сол жерде қарамұрт жаңағы масқаралағысы келіп отқан офицерді өлтірді дейді, атып өлтірді дейді. Сол кезде жаңа Тілмәш келіп айтады ғой, міне біздің неміз басшымыз өзін сен үшін дейді, өлімге басын тікті дейді. Содан әйтеуір жаңағы жаппай масқаралықтан ол жерде тыйылады, ешқайсысы да кәдімгі өзінің басыбайлы әйелі ретінде қабылдатады ғой жаңағы әскерге, қасындағыларға, жігіттерге. Ешкім тиіспейді. Ешкім тиіспейді. Сондай жағдай болады. Бұл жердегі жаңа Тілмәштің маған несі бір қызық болды. Уайымдама, бұлар әйелдеріне жақсы қарайды деп жаңағы. Білмеймін, жағдайын жасайды, паркта қолтықтасып жүресіңдер, киноға апарады сені дейді, көйлек алып береді дейді, анау не дейді жаңағы, саған ыдыс жуғызып қойып нетіп қоймайды деп ше. Енді бір сол жерде бір контраст, мысалы мәдениет тұрғысынан айтып тұр ғой, енді бұлар бұны енді айтқан кезде сол заманның жаңағы бұл жердегі сана трансформациясы ғой, бұл адамның бұрынғы біздің шынайы өркениетімізден ажырап, енді мынау советтік өркениетте ауысу жағдайындағы сол кезде суреттеп отыр да. Бұл жерде автордың өзі де сол қоғамның енді несі ғой, туындысы ғой, айтқанда автордың өзі де сол қоғам. Сондықтан жаңағы біздің жабайылық өмір болмайды сенде енді. Тілмәштің тіл арқылы солай бір келтіріп түсіндіріп отыр да. Кішкене ауырлау дейді маған. Солай. Бірақ бұл жерде пропорцияны, тепе-теңдікті әдемі ұстап отыр да кім? Аймауытов алдындағы суреттеулері қалай жаңағы, мысалы ше біздің нағыз көшпенділік өмірдің, элиталық өмірдің несі беріп өтеді ғой енді кітаптың басында. Ары қарай содан кейін жаңа бір жиын болды, апыр-топыр бір жиналыс болып жатыр дейді, Ақбілек түсінбедім. Енді бірнеше күн өткен болу керек, арада енді бірнеше күн өткен болу керек. Бір күні енді шын мәнінде өзара қатты әбіршіп кетті дейді ғой бұлар. Өздері сыбыр-сыбыр сөйлесіп, аяқ астынан барлығы жаңағы сөйлесіп, апыр-топыр жиналыс жасап, сонда енді бұл жерде ақтардың күні батып баратқан кез ғой. 20 ғасырдың басы, революцияның алды, большевиктер келетін билікке, ақтарды енді былай айтқанда әр жерден қуып былай бөлшектеп жатыр ғой билікке большевиктер келгеннен кейін. Сонда жаңағы бұлар тығылып жүр ғой негізінде. Таудың бірде өздері тығылып жүр, қызылдардан тығылып жүріп, бірақ енді өздері ақтап алатын жері бар ғой мына жерде. Біз мысалға не істейміз дейді, бізде ерігіп жүрген жоқпыз ғой дейді, бізде елімізден кетіп осынша келіп осы жақта біз қаңғырып сөйтіп жүрген бізге ұнай ма деп болсай, олардың орыстардың ойымен айтып беретін жері бар ғой. Біз мысалға қазақ ауылын тонағымыз келді деп тонайды дейсің ба? Біз жаңағы қазақтың жаңағы қыз-келіншектерін зорлағымыз келіп зорлады дейсің ба? Біз енді күшті былай енді табиғаттың заңы ғой дегендей ше, мысалға жолбарыс өзінің жаңағы күші жететін аңды жейді, талғажау қылады. Бүркіт жаңағы торғайға түседі, немесе түлкіге түседі деген сияқты өзінің бір өмірлік заңдылықтарымен былай айқындап алады ғой. Біз отаршылдыққа бостан-босқа барды дейсің ба деп, біз жауламасақ басқа біреулер жаулайды дегендей, солай өзін келтіріп алады да. Содан кейін жаңа қай жерін айтып отырайық біз бұлар жиналыс жасайды, бір сөйлеседі, ақпарат мен түсінбедім, бірақ әйтеуір бір бұларға уже бұлар не хабар келеді, жан-жақтан қоршап келетқанына енді бұл жерде қалсақ, бізді вычислили дегенде ғой, енді біздің қай жерде екенімізді білдірді. Енді сол кезде енді араларында диалог болады, айтады Тілмәш арқылы келеді да, біз енді соғысқа кетіп барамыз, менімен боласың ба? Енді алдында әрине Ақбілекте қатты ойланады, мынау Қарамұрттың былай алып қалғанын талантажға түсірмей, қалай болғанда да әйтеуір ары тапталды ғой, бірақ енді одан сорақысына жібермегенін біраз таразыға салып көреді. Сосын жаңағы
бұл орыс деген адам басқаша екен дейді да, жаңағы тіптен жаңағы біздің қазақ еркектеріне тән емес бір еркелетулер, сондай бір адам ақылына сыймайтын жаңағыдай тіптен аяғыма жығылып кететін тұстар болады, аяғыма жығылып сондай болып итше аймаласатын сондайлардың барлығын ойдан сараптайды да, соңында өзінің қорытындысы енді Ақбілектің мен Қарамұртпен жан жақындығы жоқ екен, амалсыздан тән жақындығы болғанымен менде жан жақындығы жоқ екен деп бұл өзінше сондай түйін жасап сөйтіп жүрген кезі ғой. Сөйткенде жаңа оқиға болады да, сол соғысқа барасың ба менімен бірге, әлде осы жерде қаласың ба дегенде сонда айтады, мені ауылға жеткізіп тастамайсыз ба дейді. Енді бармаймын дегені ғой, сенмен болмаймын дегені ғой енді. Ал енді мысалға біз кейбір мына киноларда, басқа кітаптарда көресің, қайда болса да сенімен бірге боламын, сенімен бірге өлем дегенде бір жағынан жауап күтіп тұр ғой енді Қарамұртта. Өйткені оның өзінің жаңағы сүйіспеншілігі бар өз деңгейінде. Қайда болса да мен сенімен біргемін дегендей сондай мағынада жауап кетеді. Жоқ, бірақ Ақбілек бірден айтады, мені ауылға жақындатып тастамайсыз ба дейді. Жоқ деген кезде мүмкін осы жерде қалдырсаңыз, ең азында осы жерде қалдырмайсыз ба дейді. Сол кезде анау енді оған да ойланып, сол жерде атып кетпекші болады ғой, маған да жоқсың, саған да жоқ дегендей атып кетпекші болады. Сол кезде ол жан ұшырып, жан деген тәтті ғой, бірден оның мылтығына жармасты дейді. Сөйтіп сен бұл соғыстан аман келесің дегендей сондай бір үміт беретіндей сөздер айтады Ақбілек сол кезде. Енді анандай өлімге баратқан адамға андай жақсы сөз жарым ырыс деген, ол да ойланып қалды дейді да, сонымен мылтығын түсіріп солай кетті дейді. Сонда ары қарай қалай болды? Ақбілек кеш батып сол жерде қалады. Кеш батып келе жатқан бір қорқынышты уақыт. Бұл жерде де керемет суреттейді жазушы. Мысалы, таулар, желдер, сендер Ақбілектің қорғансыздығына қарамайсыңдар ма? Жапырақтар сыбдырлағанда сендер Ақбілектің ішкі жан дүниесін сезбейсіңдер ма? Зарын сезбейсіңдер ма? Бәрің неге қарап тұрсыңдар деп табиғатқа қарата айтады да. Жаңағы параллелизм дейді ғой енді. Сендер бәрің Ақбілектің зарын түсінбейсіңдер, Ақбілекке неге көмек болмайсыңдар? Жел, тау, бәріне керемет суреттеп сөйтіп әйтеуір қоста қалады. Сол қосты өзіне бір ес көреді дейді. Өйткені ауылдан алып келген жаңағы ауылды ойрандап кеткен кезде ауылдың заттарын алып келеді олар, енді қазанын, ошағын барлық. Соны әйтеуір медеу тұтып сол жерде қалдырады дейді. Енді түнде енді былай шығып кете қоймайды, жаяу амалсыздан сол жерде қалады дейді. Бірақ түнде енді қостың кеткенін де байқаған шығар. Енді қасқырлар қосты қоршап сөйтеді, әйтеуір от жағып түнмен арпалысып сонымен аман қалады. Бір әйтеуір жаратқан жар болып аман қалып күн көтеріле бере сол әскерлер осы бағытқа жүретін еді ғой, әйтеуір азық түлік әкелгенде деп сөйтіп сол таудан асып, қырдан асып сол шығады жолға. Жолда келе жатқанда жаңағы табиғаттың, таулардың суреттегені күшті, әдемі. Одан кейін енді бір шаршап келе жатқанда жаңағы дуананы кездестіретіні бар. Енді солай келе жатады, әбден қырға қарай жүрген кезде аяғы ауырлап қалғанын сезеді, әбден қиналады. Жолда бір өзенге ма, бұлаққа бір ағыстан өтеді, ол жерден де әйтеуір суға қарап ойланған кездер бар ғой, мысалға мен мына ауылға қалай барамын мына бетіммен дегендей өзінің нәзік психологиясымен ойланған тұстарын керемет береді жазушы. Суға қарап ойланып, сумен сөйлесіп, тауға қарап, қыраттармен сөйлесіп, сөйтіп бара жатқан кезде енді бір ағараңдаған бір көргендей болады. Бұл шошып кетіп қайтадан орыстар деп өз жерге жата қалады. Солардың қақпанына түсіп қалған. Бірақ енді жазық дала болғасын мен барып қашанғы жатам, ұсталдым ғой дейді. Бірақ кішкене бір басын шығарып қараса жаңағы өксі шошаңдап не келе жатыр екен дейді. Дуана. Соны бірден тани кетеді. Мына Дуана өзіміздің Ескендір Ақсақалға Дуана ғой деп. Ескендір қандай, сол кезде енді жазушы бірден
мынау шығармада бір повороттар бар да, осылай осы жерде тұра тұрайық, ойлана тұрсын, Ақбілек жүре тұрсын дейді да, бірден Ескендір туралы айтайық деп. Иә. Сондай бір классикалық. Сосын сұрақ сұрау арқылы, айтайын ба, халық айтсын жаңағы. Иә, олардың жағдайын айтайын ба дейді. Сен Дуананың жағдайын айтайын ба, Дуананың кім екенін таныстырайын ба дейді да. Енді осы Дуананы таныстырғаны бұл жерде бір өте сондай ключевой, өте бір сондай өте маңызды бір эпизод. Дуанаға қатты мән беріледі. Және бұл да біздің жаңағы тазалығымызды, біздің тарихымызды, біздің наным сенімімізді бір керемет көрсететін жер. Ол біріншіден оның табиғатын қалай ашады? Бірінші Ескендір кім деген кезде, Ескендір ешқашан өтірік айтпайтын дейді. Адам дейді. Оған ауылдың бәрі жүрген жер, бәрі сенетін дейді. Сосын Ескендір өзі бала сияқты не дейді, бір сеніп қала беретін адам еді. Кез келген нәрсеге сеніп қалады, ешқашан өзі де өтірік айтпайды, өзгеден де ешқандай жамандық күтпейді дейді. Сонда Ескендірдің табиғатын былай кітапта бір керемет келтіреді, тазалықтың бір несін, бір әулиеліктің символы ретінде бір керемет келтіреді. Аузынан жаңағы Құран түспейтін еді, дұғасы түспейтін еді, ауыз жыбырлап жүретін еді дейді. Әрдайым хақ деп жүретін дейді. Хақ не айтса да хақ деп солай келе жатады. Қолында аса таяғы бар дейді. Енді негізінде сол кездерде де халықтың әлі мынау сенімі бәрі сақталған кезде екенін көрініп тұрған, әлде де сол ше. Одан кейін енді коммунистік жүйемен де жанышталған кезде де, мешіттердің барлығын клубқа айналдырған кездерде де берірек та, енді кейін енді бәрі тіптен дін апиын деп, ислам апиын деп деген жүйе басталған кез ғой, енді сол берірек. Соның бастауын көрсетеді жердегі халықтың сондай Дуанаға риясыз сенетіне, тазалығына. Енді Дуана дегендер де ол тегін адамдар емес қой негізі. Былай айтқан кезде өте тегін адамдар емес қой. Ауылдарда бір әкелеріміз айтып отыратын, мысалы біздің ауылда бір торғай әулие деп атайды екен дейді. Сонда жаңағы бір жерден бір жерге барсақ дейді, бір ауылға енді көлікпен барамыз, көрші ауылдарға 40-50 километр. Сонда ауылда отырған әлгі ақсақал, торғай әулие деген ақсақал дейді. Сол ауылда отырады дейді да. Біз көлікпен шығып атқанда біздің ауылда отырады. Салған ауылға барсаң, қалай отырады. Сонда енді әжелеріміз, көп кісілеріміз айтатын дейді. Ол кезде біз бала едік деп әкелеріміз айтады ғой енді бізді. Сонда жаңағы ол кісінің аяғы жерге тимейді, бір тиеді, бір тимейді, солай жүреді деп, ұшып жүреді деп мысалға. Енді метафизикалық қазір енді ғылым көп нәрсені дәлелдеп жатыр ғой бұл жағдайда. Материалистік шеңберден шығып кеткенімізге. Сол Ескендір көрді да, ой бала адасып қалдың ба, балақайым, шалақайым, аяғың өлбіреп, көзің мөлдіреп келе жатыр екенсің ғой, кім десек, мен бұл өзін айтқысы келмейді, мен адасып қалдым дейді ғой, енді ол оқиғаны айтамайды ғой, енді адасып қалдым дейді. Сол Мамырбайдың қызы деп айта бастадым. Ай, балақайым, шалақайым, Мамырбайдың, Тәуірбайдың деп өлеңдетіп осылай дейді. Я, мен сені жолға салайын деп өзін мен артымнан жүріп отыр деп, соны ауылға қарай Ескендір Дуана бастап кетеді ғой. Бастап келе жатқанда да қызық, енді біраз жүреді, бұл артынан ілесіп жүреді, бір кезде енді тіптен шаршайды, өзі әбден шаршап жатқан, ешқандай тамақ та ішпеген, әлденбеген, енді өз сондай жағдайда, қиын жағдайда келе жатқан қыз ғой, енді бар жоқ, енді кітапта сол 15 жасар деп суреттейді ғой, бойжеткен қыз ғой. Сонда бір аяғы талып отыра кеткен жағдайында сол Дуана келеді да, арқама мін дейді. Иә, осы кезде қатты ойланып қалады, Ақбілек. Мен жаңағы. Иә, мен дейді, кәпірге былғанған арам етіммен дейді, ондай қасиетті денеге мен қалай отырам деп ше. Сөйтіп қатты келіп қалды. Шөде көп өзінің ойлар өтеді, мен енді көнбістікпен болған жағдай деп. Сонда бұны ойлауына келтірмеді дейді, өзі арқасын тосып, өзі жаңағы қолымен деме жіберіп, арқасына салып алды да, ары қарай кәдімгі жаңағы аттылы тие сияқты дейді.
аттыл адам сияқты адымдап кете берді дейді. Ошол жерден ауылына жакындаган сайын Акбілектин ою бар ғой. Тіпті жаңағы жерде атып кеткені дұрыс па еді? Атып тастаған дұрыс па еді? Неге мен тірі қалдым деп ойлайды. Енді өте сондай бір қатты ауыр жағдай, енді өте ауыр жағдай. Мен әкемнің иманды жүзіне қалай қараймын дейді ғой. Тіпті былай өте ауыр жағдай, шын мәнінде әкенің иманды жүзінде қалай қараймын. Мен осы аяғыммен дейді, жаңағыдай орыс сүйген аяғыммен мен әкемнің қасиетті жаңағы несін текеметтерін қалай басам, қасиетті ауылымды қалай басам дейді. Бірақ адам баласы көміс қой дейді да, мына жерде енді өте терең психолог қой негізі. Аймауытовты айтам да, көнбістік психологиясында береді да. Көнбістік психологиясы Ақбілек арқылы бір елдің көнбістік психологиясын, бір ауылдың, бір ұлттың, жалпы адам баласының көнбістік психологиясын береді. Адам баласы жалпы бірдемеге жаңағы үйренеді ғой енді, қанша дегенмен. Көнбістік дегенде мысалы адам комфортқа да көнбістік психологиясы болады, қиыншылыққа да көнбістік психологиясы, ауырлыққа да, басқа нәрсеге де, өктемдікке де көнбістік психологиясы болады, дөрекілікке де көнбістік психологиясы болады, сүйіспеншілікке де, барлығында да белгілі адам былай еті үйренеді. Ал бұл жерде, мына жерде көнбістік дегенде бір амалсыздықтан сондай жағдайға ұшырадым ғой, мен өз қалауыммен келген жоқпын ғой деп. Бір жағынан сол бұл Ақбілектің миында әрдайым екі Ақбілек қой, сол өзінің тұнық тазалығымен қалған Ақбілек және ой арпалысқа түскен шарасыз бозторғайдай шырылдаған Ақбілек. Екеуі бір-бірімен күшті суреттейді, ана сезімдерін күшті суреттейді, өзімен өзі сөйлесуін. Екеуі бір-бірімен тайталасқа түседі. Сол енді ауылдың шетіне келді, енді оқиғаны кім Ескендір білмейді ғой енді Диуана. Іскендір білмейді оқиғаны, бірақ Ақбілек сол бір үйге түседі, әйтеуір ауылдың шетіндегі бір кедей шаруа үйді айтады да, сол кісіден түсе салайық деп сөйтіп ұсыныс білдіреді. Бірақ Ескендір айтады, ол үйдің енді беретін несі жоқ қой, енді бір шалабы да айраны да жоқ қой, жағы қиналып қалады ғой дейді. Сонда қазақтың кеңпейілдік дарханды қалай, ол кісі біліп тұр, біз барғаннан кейін олар шала біліне өздерін жейтін нәрсесі жоқ болса да әйтеуір қиналады, әбігерге түседі. Енді Диуана дегенде құрметті ғой, былай айтқан кезде тегіне құдай қонақ дейді ғой енді қазақта. Соны да ескеріп айтып тұр енді былай сөз. Сонда Ақбілек сонда да сол басқа үйге жаңағы барғысы келіп тұрған жоқ қой, жаңағы басқа енді ауқатты үйлерге барса кішкене сынайтыны, бұл Мамырбайдың қызы бастан өткен тағдырды қазбалайтыны, әйтеуір сол ауыл шетіндегі бір қарапайым үйге түседі, соның Ақбілектің айтуымен. Бірақ сол түн-ақ бәрі ауылдың бәрі естіп алады ғой, иә? Айтып береді, кейін ағалары келіп алып кетеді ғой. Бұлар Мамырбайдың ауылына бармайды айтпақшы. Жақын ауылға барады да, уже сол түн-ақ хабар жетеді. Сонымен жаңағы Мамырбайдың інілері кеп, Ақбілектің ағайын ағалары кеп алып кетеді. Одан кейінгі үйіне барған кездегі жаңағы халі кейін бәрі көңіл айтып келіп жатыр ғой, жаңағы анасына. Бәрі көңіл айтып келіп жатыр, бір аптаның шамасында бір білінбей өткендей болды дейді. Анасына көңіл айтып келіп жатыр ғой, бұл да дауыс салып барады ғой. Тіптен сол жаңағы көмістік дегеннен шығады. Сол дауыс салып жоқтаудың өзінде бір жасандылық байқағандай болдым дейді. Білмеппін ғой дейді, маған айтқанын айтып отыра беріппін дейді. Жеңешелері мынандай айт деп айтады, бірнеше сөз, соны қайталай берем дейді. Бұрын соңды бір ойламаппын оны дейді. Енді солай өтеді ғой ауылына келген жағдайда. Бұл жердегі мынау романның кереметтігі ештемені детальды жібермейді. Детальды жібермейді. Барлығын кәдімгі кино көріп отырғандай кезең-кезеңмен өмірдегідей, өмірдің өзі ғой былай айтқанда, іш нәрсені былай әдебиет қылып, көркемдеп, бүйтіп көркемелеп, эстетикаға қосып, кішкене мынау оқырманға тиіп кетеді-ау, немесе мынау маған тиіп кетеді-ау деген жоқ Ақбілекте.
кәдімгі қалай өмірдің өзін дәл сол картина түрінде суреттеп береді. Үйіне келген жағдайдағы, үйіндегі жаңағы анасының көрпесін көрген жағдайдағы, көршілердің бұған барлық көрісіп келген жағдайда бәрі ішіне бір нәрсе бүгіп қалған сияқты, ар жағын білгісі келіп отқан сияқты. Енді қалай болды жағдайың деп әр сұрады. Енді бұған бір көңіліне медеу болғаны осы жеңгесі, Үрқия, шын мәнінде осы Үрқия. Соған ғана жаңағы ішіндегісін айтып бере алады ғой, ойын айтып береді, болған оқиғаны айтып береді. Жеңілдеп қалдым дейді ғой, сәл жеңілдеп қалдым. Бұл қазақтың сондай бір дәстүрдің жалғастығы. Қазірде енді мысалға біздің осы мәдениетіміз қазірге дейін сақталған ғой. Енді ауылда жеңгелер, бозбала қыздардың өзі сол жеңгелеріне арқа сүйейді, бірінші ішкі дүниесін жеңгелермен бөліседі. Соның бір әдемі бір парасаттылығын көрсетеді да сол кезде. Үрқияда бірақ кішкентай жоқ, өзінде. Үрқия бала көтере алмайды. Өзінде бала көтере алмайды. Сол кезде де енді Ақбілектің анасы қайтқаннан кейін де сол үйдің шаруасының бәрін сол Үрқия атқарушы еді дейді ғой, Және Ақбілектің қарындасы бар, Сара, және інісі бар. Екеуіне де сол ана орнына ана боп, жаңағы жеңгесі, ағасының әйелі Үрқия жүрді дейді. Мамырбайдың ойлары күшті суреттелген. Кейін енді осы үйіне келгендегі жағдайдан былай кезең-кезеңмен өтетін болсақ, бір қайғы үстіне қайғы жамалды дейді ғой. Анасын енді қайғысы уақыт өте келе жаңағы ол да өтеді. Күнделікті тіршілік қамы бар, басқа бар, әйтеуір ұмытылады. Көңіл айтатын адамдар да азая бастады, келетін адамдар да азая бастады. Енді үйдің психологиясы сол кездегі уже басқа адамдар жоқ, әркім өз шаруасымен. Үрқия да өзінің үйінде, басқа да үйінде, Ақбілекті тек қана әкесімен және жаңағы бауыр қарындасымен, бірақ әкесі ешқандай Ақбілекпен былай қарамақ түгіл сәлемдеспейді, сөйлеспейді, мүлдем үнсіздік. Бұл енді Ақбілекке бір басқа бір дерт болды дейді. Бұл басқа бір жағдай. Осы жағдайын айтып, кімге еңіреп жылайды ол Ақбілекке, кімге, Үрқияға. Бұл осы жерде екінші рет айтады Ақбілек, мен неге тірі келдім дегендей, неге қай бетіммен мен тірі келдім, осы өліп кетпедім, неге өліп кетпедім деп. Сол кезде бірақ Үрқия енді қолдау көрсетеді көп жағдайда. Ол әлі сол өзін жаңағы бәйбішенің қазасынан арыла алмай жүр ғой, басқа әртүрлі енді психологиялық тұрғыдан күшті не береді да, қолдау білдіреді. Ол сені бәрібір жауға бергісі келмейді дегендей солай. Бірақ әкесі ешқандай сөйлемейді. Енді бұл жердегі өзгеріс, ол кезде енді ауылдың бәрі сол Мамырбайды ақсақал дейді, бірақ сол 50-60-қа да тақмаған. Сол кездегі адамдардың былай тез ересек болады, қазір қарасаңыз салға да, сол айтады, Мамырбай ақсақал дейді. Бір күні бір құрдасы қонаққа келеді, Құрдасы қонаққа келеді, ол жаңа шежіреші кісі екен, барлық жаңағы шығыс қиссаларын керемет біледі, барлығын айтып отырады. Мамырбай да біраз әңгімеге төселіп, кішкене енді былай өмірге бет бұрып сөйтеді жаңа құрдасы. Сөйтіп қона жатып әңгімелеседі. Сол кезде сол бір әңгіменің шетін шығарады, енді саған енді бас құрау керек қой. Қанша уақыт өтті, енді жаңағы өлгенмен бірге өлмек жоқ деп солай келтіріп, сол кезден кейін барып, енді Мамырбай кішкене былай өмірге қарап, солай сол жерде енді біраз одан кейін сол құрдасы тағы бір байға апарады, солай біраз келіссөздер переговорлар жүреді, келісімдер жүреді. Бір ойында енді Мамырбай Ақбілек енді бір көзге сүйел болған үйінде отырған былай, бұл қызды не істеймін дегендей, мысалы мынандай жағдайда атастырып қойған жігіті оны енді ала ма, алмай ма деп, бір жағынан жаңа өзі бас құрау керек, сондай. Онда да бас құрағанда да мысалға жаңағы Мамырбайдың жағдайын түсінетін
адам керек мысалға. Иә, ол да бір өзінше бір не. Сол кездегі жағдайдың барлығын, психологияның барлығын, сол кездегі ауылдың халін, сол кездегі адамдардың жаңағы ойлау ерекшелігін барлығын да келтіреді осы кітапта. Не керек, енді жаңағы өрік деген өгей шешесі келеді, атастырып, ол келгеннен әкесін емденіп алады. Ақбілекке енді солай көрінеді, бірақ шын мәнінде де өзі бір сүйкімсіздеу кісі ретінде келеді. Ақбілекті былай айтқан кезде, Ақбілек енді үйдің шаруасын ұстап отқан ғой, енді анасынан кейін барлығы енді бір жұмысшы, қызметші, елерге де жақсы қарап, малшыларға да жақсы қарап солай жүрген. Анау сараңдау болды дейді. Жақтырмайды ғой. Кейін шешесі сараңдау болды, жақтырмайды. Сол арасында біраз конфликттер болады. Балаларға жақсы қарамайды. Ұрсады, айқайлайды. Соған қырсығып, бірақ жаңағы Мамырбайға күнде Ақбілекті жамандай береді. Енді сол екі ортада мына кітапта Бекболатты таныстырып кетеді. Ол атастырып алған Бекболат өзі, бірақ ешқандай Ақбілектің алғаш көргендегісін елестетеді ғой. Мен Ақбілекті көргенде осындай да сұлулық бола ма екен дегендей бір ерекше ғашық болады. Сол ғашықтығын сақтағысы келеді. Достарына да айтады, ауруханада жатқанда да көп сұрайды Ақбілекті. Сөйтіп тіптен хат жібереді. Үрқия арқылы Ақбілек хат алып, сосын Бекболатқа жауап жазады. Сол екі ортада Бекболат келіп, Үрқия оны жаңа ұйымдастырады өзінің үйінде. Екеуі жүз көрісіп, бір іштей бір-бірін түсініскендей болады. Солай кетеді. Бірақ сөйтіп жүрген кезде тағы бір қайғы келді дейді. Кітапта солай келтіреді. Енді Ақбілек жүкті болып қалғанын сезеді. Сол екі орталықта. Бұл жерде үйінде жаңа өгей шешесі бар. Әр басқан қадамын аңдып жүрген. Ақбілек әлгіндей жағдайға түскен, ол да байқай бастайды. Енді әйел адам онда ерекшеліктер бірден байқайды ол. Және оны Мамырбайға естіртеді. Мамырбай сол кезде енді жынданып кете жаздады дейді. Енді тіптен не істерін білмей, тек қалай құтылудың жолын ойлады. Тіптен өлтіріп тастасам екен дегенге дейін, сондай бірде сумақай ойлар болды дейді. Бірақ әйтеуір Үрқия бар, сол Үрқиямен келісе жүріп, сол Үрқияның үйінде толғақ қысқанда да сол Үрқияның үйіне барып босанып, көрші кемпірдің үйіне босанады. Сол күні Үрқия да босанды. Сол күні Үрқия да босанды дейді. Ол алдында бір бала біткен еді бойында. Бұл кезде енді автор екеуін уақыт алып тұр ғой, енді оны бір оқырмандық түйсікмен сезу керек. Себебі сол Үрқия негізі сол Ақбілектің уақытымен бір уақытта, бір күнде босанғаны, бір сәтте босанғаны да бір, бұл жерде бір шығармада сондай бір ерекше жоспар, сәйкестік бар сияқты көрінеді. Не керек солай? Содан бірақ арада Бекболаттан да хат келмей қалады, мүлдем. Бекболаттан да хат келмей қалады. Сосын жаңа босанғаннан кейін ана кемпірге баланы құрт дейді ғой Ақбілек. Содан кейін білмейді. Содан кейін сол сәтте бұл баланың көзін жоғалды. Жоғалтам дейді. Сол кезде енді ары қарай енді негізі Бекболаттың кімнің, Ақбілектің ағасы бар ғой, Төлеген деген ағасы бар. Ол ертерек қалаға кетіп қалған. Оқуға кетіп қалған. Мамырбай әкесі оған ренжулі. Себебі мынандай жағдай болып жатқанда да бір келмеді, іздемеді қарындасын деп сондай. Енді ол советтік оқымысты болып жүр, ар жақта енді бір жағынан қызметті не бар. Байдың шонжардың баласы деп қудаланып кетем ба деп те ойлайды, сақтанады. Солай жүр. Бірақ ол сөйтіп жүріп, ана Бекболатты ауруханаға орналастырып, сөйтіп жүріп, жаңағыдай сол жақтан бір өзінің қолы жеткен жеріне дейін көмектесіп жүрер. Бекболаттың оқиғасында да бұл жерде анау қалада емханада емделіп жатқан жылтырмен кездескендегі бір сол дәуірдегі саяси оқиғаларды күшті тоқталып кетеді. Енді сол кезде енді
жаңа өзгерістер келіп жатыр ғой, өкімет ауысты, қызылдар билік басына келді. Ол кезде енді билік басына келді, жаңағы қазақ оқығандары да орналасып жатыр. Жаңа нәрсені үйренуге, жаңа көптеген үміттер күтілді ғой енді былай. Теңдік мәселесі, басқа да басқа. Айдап қазақтың психологиясына арыз деген кірген кезең сол. Арыз жазу, бір-бірін сату деген дүниенде сол кімдер орыстар алып келді ғой. Бұрын ондай бұрынғы тектілік мәдениетте бізде ондай болмаған нәрсе ғой. Сондайдың барлығын келген кезінде әдемі суреттейді. Жұмысқа орналасу, бір-біріне жаңағы хат жазу, арыз жазу кетіп жатыр. Мұқаштың оқиғасы, жылтырдың оқиғасы. Енді ондай детальдардың барлығын тоқталсақ ұзақ кетіп қаламыз. Оқырмандар бір көрсетеді әйтеуір. Дәуір шындығын көрсетеді. Төлегеннің жаңағы қызметтің кішкене өсуі солай жағдайда да. Әйтеуір Төлегенде жағдайды оны бірден түсініп, не керек Ақбілекті өзінің қасына алып алады. Қалаға алып кетеді. Қалаға алып кетеді. Оқиды. Мамырбай өзінің жаңағы несімен қалады, әйелімен жаңағы тоқалымен. Ең бұл жердегі дұрыс шешім деп солай шешім қабылдайды Төлеген. Оны Ақбілекті оқыту керек, ортаға кіргізу керек. Ақбілек те былай тегін қыз емес қой негізінде, білім жағынан бір көзі парасатты қыз. Алғыр, тез алып кетеді. Алғашында қиналдым дейді ғой, оқуын өткенде, бірақ кейін үйреніп алды. Бұл жерден Төлегеннің жұбайы да бір ашық сондай жеңгесі ғой, енді өз жеңгесі де бір не болады, сондай бір кеңпейіл жақсы кісі болады. Көп демеу жасайды, оқуына көп көмектеседі. Оқытады өз басында. Сонда мына романда Ақбала деген де бір кейіпкер жүр ғой. Ол туысқаны, ол басқа бір оқиғада орыс бұны алып кетіп, бұл сол күйінде сол күйеуге шығып қалады ғой. Бір жерде басшылықта отырған бір орыс бұны мәжбүр болып үйлендіреді отбасы. Содан кейін кетеді бұл кісілер Семей жаққа. Сол жақта кездесіп қалады ғой. Жаңағы орысша әдеміше киінген бір сипаттайды ғой Ақбілекті. Сосын екеуі отырып, өзен жағасында отырып әңгімелеседі. Сол кезде бүкіл оқиғаны айтып береді, басына өткен оқиғаларды. Мен сол Ақбала деген Ақбілек па деп қалдым да басында мына романда. Өйткені ол жерде анау Балташ бар, тағы бір оқыған бір жігіт бар, солай ғашық болып. Ақбала деген жігіттің аты бар. Ақбала мен Балташтың арасында тартыс қой. Сен айтып отқан ол Камила. Камила. Сен айтып отқан Камила, ол анау неде кезде. Бұл жерде Семейдегі қалалық мәдениетті де суреттейді. Семейдің шетінде жаңағы сондай мынау Алматының Медеуі сияқты бір сондай бір демалыс орындарын суреттейді. Сол жақтағы интеллигенция сол жерде барлық ойын күлкіде болатын еді деп, жаңағы орманның іші. Сол жерде кезігіп қалады ол Камила. Бұл жерде жаңағы ашықтықты айтылатын еді, ішкі сырды айтылатын еді жаңағы деп тоғайда жаңағы бір демалыс орындарын суреттеген кезінде. Енді сол қалада жаңағы Ақбала мен Балташ, Ақбала деген бұл оқыған бір сондай интеллигент азамат, дарынды, соның баяндамаларын тыңдайды, бір жетістіктерін көреді, Ақбілек көріп жүреді. Ақбілек те бұл кезде енді іске араласа бастаған жаңағы. Сол кездерде енді жаңағы Ақбала да Балташ да бұл Ақбілекке ғашық болады, ұнатады. Бірақ араларында енді Балташ сөз тасып, сол Ақбалаға бұл осындай оқиғасы бар. Ақбілектен деген соны сөйтеді, бірақ мен қандай жағдай болса да, бірақ Балташтың бір жігіттігі маған Ақбілектің өткен өмірі қатты маған маңызды емес. Мен Ақбілекті осы күйінше қалай бар, солай сүйем деп ашығын айтады. Сол кезде енді Ақбілек әрине сол соңында Балташпен шаңырақ құрады ғой. Ақбала мүлдем келіспейді, ондайың бар болса деп. Төлеген өздері төрт атқа мініп келе жатқан суреттейді. Төлеген, сосын жеңгесі, Ақбілек, Балташ төртеуі жаңағыдай керемет ақбоз атқа мініп елге енді ақсақалға сәлем берейін деп келе жатқан. Сонда арада қандай оқиғалар, қандай тағдырлар өтеді, кітапта. Оның бәрін біз енді баяндап жатсақ ұзап кетеді. Бірақ ғажап роман,
оқып шығуға кеңес береміз оқырмандарымызға. Сөйтіп төртеуі ақ боз атпен келе жатқан кездегі Мамырбай ақсақал ел биліктеп, шын ба келе жатыр ма деп жаңағы көзіне шығуым керек па, үйде отыруым керек па, кәдімгі қалбалақтап қалады байқұс. Не істерін біле. Мен қанша дегенмен енді балапаны ғой енді. Ақбілек ішінде тұр ғой енді. Сөйтіп жаңағы мал сойыңдар, ірі қара сойыңдар деп қалбалақтап қалады да, әкелік бір сезім қайта оянғанда керемет сурет дейді. Сол кезде жаңағы Ақбілекті көріп жаңағы маңдайынан иіскеп, еркелеткені бар. Сосын жаңағы күйеу балаңыз деп таныстырады. Ол кезде де бір қуанып қалады. Сондай психологиялық кезеңдердің бәрін керемет суреттейді. Сөйтіп жүрген кезде енді Ақбілектер жай бармайды ғой, кітап апарып ауылға біраз киіз үй құрып оқытады ғой, семинар өткізеді, қарап жүр. Оның бәріне Мамырбай қуанып жүр. Бұл енді бір жағынан енді кітаптың соңғы жағында әрине кәдімгі сол заманның идеологиясы да бар. Ол айта кетуіміз керек. Сол заманның былай идеологиясын тықпалаған жерлерде көрініп тұр. Ана образдар сол көп енді оның ішінде. Кітаптың жалпы өткенде Шұханияда да осы айттық қой, кітаптың негізгі жартысынан кейін анау басталады деп. Сырттан бір енгізілген Сыдық оқиғасы басталады. Дәл сондай оқиға бұда да кітаптың соңғы жартысынан асқаннан кейін Ақбілектің тағдырынан кейінгі оқиғаның барлығы енді қалаға көшкеннен кейін енді идеологиялық дүниелер бар. Енді оны айтуымыз керек. Енді басқа қандай оқиға, тек қана жараны бүйтіп, жараның қанын ағызып сөйтіп тоқтай салса ма, қалай болады мысалы? Бұл жерде шешім қалай болады? Қатты ұнаған бір түйін, жаңа Ақбілектің өзі айтады ғой. Мені білім, ғылым алып шықты деп ше. Білімге ұмтылыс. Білімге ұмтылыс қатты ұнаған. Сосын Ақбілектің бойындағы мына қасиет жаңағы өткенде қалып қоймай, есін жия алуы ше. Сынып қалмай, енді ол бірнеше рет айтылады ғой, болды ғой енді, менің еркімнен тыс болды ғой бұл жағдайлар, менің қолымнан келмеді ғой. Бірақ қазір қайтып есін жиып алып, қайтып басын көтеріп, өмірге кірісуі. Өзінде қолын ұстап, мен күшті бір не деп білем бұны. Трансформация бұл жерде сол ғой, бір адамның өзін жаңағы ордан, шұңқырдан шығуы, өзде шұңқырға түскендегі оқиға, ауыр оқиға ғой. Әрине бұл жерде Ақбілектің басына болған оқиға бір бәріміздің бір өмірімізбен былай параллель жүргізуге болады да, ұлт ретінде біз мысалға кезінде қалай болдық, қандай азат болдық. О дәуірден айтсақ енді бүкіл біздің енді ата бабамыз тіптен жарты әлемді билеген енді сондай ұрпағымыз ғой енді. Сондай рухты, текті, батыр. Сөйте тұра мына енді орыстың езгісіне түскеннен кейінгі, империялық саясаттың түскеннен кейінгі бұл жерде мынандай сөз бар да, кімнің осы 16 ғасырда өмір сүрген Мишель Монтен деген француздың философы айтады. Әрбір нәрседе әйтеуір бір езгі бар ғой дейді да, барлығында. Мәселен, дәрігер барлық адамның бір гректің бір комедиялық шығармасын мысалға келтіріп отырып арқылы айтады. Енді мысалға да бүкіл дәрігерлер дейді, тіпті туысының да денсаулығының сау болғаны қаламайды деген сияқты да, өйткені біреудің мысалы ауруы, біреудің жұмысы деген сияқты солай келтіре береді енді көп мысалға. Жаңағы егін біреудің несі деп, мал шаруашылығы біреудің жемісі деп солай келтіре береді. Әркімде бәрінде өзінің бір қызығушылығы бар, бәрінде өзінің есебі бар дейді. Тіпті дейді, әрбіріңіз ішкі дүниеңізге үңіліп қараңызшы дейді. Сіздің ең бір асыл армандарыңыз, асыл үміттеріңіз, асыл арман нәтижелеріңіздің өзі біреудің есебінен орындалып жатады ғой дейді да. Біреудің есебінен жүзеге асып жатады ғой дейді. Тіпті жеке адамның өзінде де дейді да. Мысалға ғашық болсаңыз, әйтеуір бір ғашықтықты жүзеге асыру үшін енді не керек? Мәселен, бір арман қойсаңыз,
бір трамплиндер енді барлығы. Енді осы тұжырымды мысалға мынау жағдайға алып келсек, бұл жерде орыс отаршылдығы, сол жердегі Ресей империализмінің кіші халықтардың есебінен жүзеге асып отыр ғой. Мысалға солардың жерін, байлығын, қазба байлығын, басқа да жағдайын, әскер күшін дегендей барлығын отарлап алу арқылы, бірақ экономикалық жағдайын реттеп, өзінің үстемдігін реттеп отыруы, Мишель Монтеньнің айтқан психологиясына, несіне, тұжырымына бұл жерде келеді. Біреудің есебінен біреуге озбырлық жүзеге асу деген. Бірақ енді осыдан біз қаншалықты шыға алдық? Қазір енді әлемде болып жатқан оқиғалардың барлығында осыны бүйтіп ойлап параллель жүргізесің ғой. Мысалға деколонизация дейді ғой, енді колонизация, отарлық көмістік ойдан, отарланған ойдан азат бола алдық ба деген мәселені осы Ақбілекте де көтеріп кетеді. Қаншалықты азаттық бола алдық деген. Шебер сурет дейді Аймауытов. Сонысымен құнды осы роман. Әдемі сурет дейді. Барлығына оқуға міндетті деп ойлаймын. Оқу керек. Иә. Нағыз өзімізді тануға, өз болмысымызды тануға, өз болмысымыздың былай жүріп өткен психологиялық астарларын ашуға керемет туынды. Енді оқырмандарға бір жаңағы комментарий жазса, бізде дәстүр бойынша. Мүмкін біз Азаматмен бір ойым, тіптен жаңағыдай ерекше 3 деп демей қойық, былай санын шектеу қоймай, мүмкін бір комментарий болсын. Ерекше шынымен түсінген бір терең бір оймен бөліссе. Өз оқиғаларыңызбен, өз кейстеріңізбен немесе жаңағы біздің ұлт ретіндегі ерекшелігіміз тұрғысынан ба, мысалы жеке ерекшелік тұрғысынан ба, психологиялық астарын ашып беріп жазған үздік комментарийларға бізден кітаптар болады. Кітап сыйлаймыз. Кітап сыйлаймыз. Достар, лайк басамыз, комментарий жазамыз, бөлісеміз. Бұл эпизодтар сіздерге пайдалы болған болса. Және келесі романымызды айтып өтейік. Габриэль Гарсия Маркестің 100 жылдық жалғыздық романын. 100 жылдық жалғыздық романын талдаймыз. Келесі YouTube шығарылымда әлден енді оны арнайы өзіңде құлаққа қас, сен өз желілерің арқылы. Алдын ала бәріміз бірге оқып алайық, оқымаған болса. Оқыған кісілер де бар екен, маған жазып жатыр. Кеше айтқан мен. Әрине. Біздің келесі кітабымыз осы деп едім. Оқыған кісілер бар екен, керемет кітап деп айтып жатыр. Оны да бірге талқылайтын боламыз. Иә. Ол романды қазір айтпай қояйық енді. Ішкі ерекшелігін. Рахмет көп. Ұлан ағай, келгеніңізге рахмет. Жақсы бір талдау болды. Ал енді құрметті көрермендер, көріскенше бізден ажырамаңыздар. Біз осылай классикалық әдебиетімізді талдап, арғы жалғастыра береміз. Келесі эпизодтарда көріскенше.